Сәлем достар, түнгі сағат 1-ден асты, дайрекке өте көп сообщение келуде. Біз нұрлы жер бағдарламасы бойынша бір бөлмеліге өтінім бердім. Менде 20 мың балл өте алам ба, немесе 2 бөлмеліге өтінім бердім, менде 50 мың балл өте алам ба дегенде. Тез мынандай кішігірім сіздерге мысал сыздым. Қазіргі таңда бізде 3 нысан ойнатылып отыр, конкурсқа 1-ші, 2-ші, 3-ші. Мысалға, 1-ші нысанда 30 пәтер бар, 2-шісінде 30, 3-шісінде 20. Бұның бәрі мысал. Біріншісінде 30 пәтердің бір бөлмелісі 20, 2 бөлмелісі 10. Екіншісінде бір бөлмелісі 15, 2 бөлмелі 15. Үште барлығы, яғни бір бөлмелі. Енді достар, қараңыздар, бір мәселені біз түсінейікші. Нақты сіздерге, яғни қазіргі таңда сіз мынанша балмен бір бөлмеліге өтесіз, мынанша балмен 2 бөлмеліге өтесіз деп біз айта алмаймыз. Неге? Себебі біздің тарап дәл осы конкурсқа біріншіден қанша адам қатысатындығын, екіншіден дәл осы конкурсқа қатысып отқан адамдардың нақты қандай балдар бар екенін білмейді. Біз білмейміз, яғни ол әр салымшының кезекте тұрған өзінің қалауы. Ол қаласа нұрлы жерге қатысуы мүмкін, қаламаса қатыспайды. Сондықтан нақты сіздерге қазір бір бөлмеліге 35 мың балмен өтінім берсеңіз өтесіз, 2 бөлмеліге 60 мың балмен өтінім берсеңіз өтесіз деп біз айта алмаймыз. Одан кейін логика қандай болуы мүмкін алдыңғы нұрлы жерлерден. Себебі маған өте көп оқырмандарым жазып отырады. Мен мынанша балмен мынаншаға өттім, 2 бөлмеліге өттім, мынанша балмен 3 бөлмеліге өттім деп. Практика қалай көрсетеді? Одан мынандай жағдай бар. Мысалы, бірінші нысан дейік. Бірінші нысанға, мысалға, бір бөлмеліге елдер 25 мың балмен өтсе, екінші нысан бойынша елдер 25 мың балмен өте алмай 30 мың балмен өтіп кетуі мүмкін. Ал үшінші нысан бойынша мүлде мынандай жағдай болуы мүмкін, қызықты, керемет. Елдер 25 мыңда 30 мыңда емес 15 мың балмен өтіп кетуі мүмкін. Өйткені себебі мынандай бір қызықты жағдай болды. Бір оқырманым жазды бағана нұрлы жер біткеннен кейін. Мен деді өзімнің құрбыммен 2 бөлмеліге бағана өтінім бердік деді. Бірақ менің құрбымда 35 мың балл, ол 3-ші лотқа берді деді, алдыңғы нұрлы жерде. Менде 40 мың балл, мен 2-ші лотқа бердім деді. Сөйттік та екеумізде қатыстық. Дәл мен қатысып отқан лотта, 2-ші лотта 2 бөлмеліге өтінім берген адамдардың балы өте жоғары болды да, мен өте алмай қалдым деді. Ал 3-ші лотта бағана құрбысы берген 2 бөлмеліге өтінім бергендердің балы төмен болды да, ол кісі өтіп кетті деді. Ал бұлай екеуін салыстырмалы түрде қарайтын болсаңыз, құрбысының балы бағана кісінің балына қарағанда анағұрлым төменірек етін. Сондықтан нақты айту қиын. Яғни, бірінші нысан бойынша бір кісі наоборот болуы мүмкін. 2 бөлмеліден төмен балмен өтіп кетуі мүмкін да, ал екінші нысанда дәл сол кісінің танысы немесе басқа бір салымшы кезекте тұрған 2 бөлмеліге одан анағұрлым жоғары балмен өте алмай қалуы мүмкін. Қандай жиынтық адамдар бағанағы пәтерге нысанға өтінім беруде сол кісілердің балына байланысты, қатысушылардың балына байланысты. Біз ештеңке сіздерге айтамаймыз, былай жеңесіздер деп. Сондықтан, қымбатты достар, арнай осы түнде осы видеоны жазуды жөн көрдім. Барлықтарыңызға сәттілік, әр қазақстандық баспаналы болсын.